Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бір жасағаннан қатпарлы және өте дәмді болып шығатын пияз нанның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз және суымызға дәміне қарай тұз салып, оның үстіне 1 шай қасық құрғақ дрожж қосып араластырып аламыз. Ұнның үстін қасықтың көмегімен немесе қолмен ортасын ашып алып, дайындап алған суымызды құйып, араластыра отырып қамыр илейтін боламыз. Аздап араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен немесе пакетпен жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын жасайтын боламыз. Салмасына көк пияз бен жай пиязды турап алдым. Аз көк қоссаңыздар да болады. Барлығын турап алғаннан кейін тұз, бұрышымызды қосып, жақсылап қолымызбен мыжып араластырып аламыз. Мінекей, салмамыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, зуала жасап аламыз. Рецепт бойынша менде 2 зуала шықты. Енді қамырымызды ұнды себе отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Алдын ала ерітілген сары майды жайылған қамырымыздың бетіне толық жағып шығамыз. Одан соң салмасын саламыз, барлық жеріне толығымен салып шығамыз. Осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз, бір-бірлеп. Егер ортасын бөлмей орайтын болса, қамырымыз қалың болып қалады. Сол үшін арасы жұқа болу үшін 2 бөлікке бөліп орай бастаймыз. Енді осы дайын болған қамырымызды противенге орналастырамыз. Бір-бірлеп осылай видеодағыдай ораймыз. Қамырымызды жайғастырып болған соң бетін қолымыздың көмегімен аздап басып шығамыз және бетіне жұмыртқаны жағамыз. Күнжіт септім мен мак сепсе де болады. 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, пияз нанымыз дайын, өте тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге сымбат.